Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі курстың атауы қоршаған орта мониторингі, авторы Нұртай Жадыра Тастенбекқызы. Курс барысындағы тақырыбымыз топырақ жағдайын бақылау, гидрогеохимиялық сынаманы жүргізу әдістемесі. Топырақ мониторингі экологиялық қауіпсіздік жүйесінде ерекше орын алады. Өйткені топырақ ластағыштарды ұзақ мерзім сақтайтын архив қызметін атқарады. Ауадағы концентрация тез өзгеруі мүмкін, ал топырақтағы жиналу көп жылдық қысымның нәтижесін көрсетеді. Сол себепті топырақ жағдайын бақылау, антропогендік әсерді тұрақты бағалау, тәуекелді картаға түсіру және қалпына келтіру шараларын негіздеу үшін қажет. Бұл тақырыпта біз екі логиканы біріктіреміз. Біріншісі топырақ мониторингінің ұйымдастыруы, екіншісі литогеохимиялық сынамалау әдістемесі. Литогеохимиялық жер қыртысы мен топырақ жамылғысындағы элементтердің таралуын анықтап, анатомияларды, техногендік іздерді және миграция бағыттарын бағалауға мүмкіндік береді. Дәрісте сынама алу дизайны, үлгі түрлері, тереңдік, горизонт таңдау, біріктірілген үлгі жасау, құжаттандыру және зертханалық талдауға дайындау кезеңдері жүйелі қарастырылады. Нәтижесінде сіз топырақтағы ластануды тек өлшеу емес, кеңістік геохимиялық модель ретінде түсіндіре аласыз. Топырақ мониторингі топырақты қатты орта ретінде ғана емес, химиялық реакциялар жүретін, биота өмір сүретін және су ауа режимі өзгеретін динамикалық жүйе ретінде қарастырады. Топырақ профилі бірнеше горизонттан тұрады. Гумусқа бай жоғарғы қабат көбіне антропогендік түсімнің негізгі қабылдаушысы, ал төменгі қабаттар миграция нәтижесін көрсетеді. Геохимиялық фон ұғымы өте маңызды. Әр аймақтың табиғи элементтің құрамы әртүрлі. Сондықтан жоғарғы концентрация әрдайым ластану емес, табиғи ерекшелік болуы мүмкін. Техногендік аномалия табиғи фоннан статистикалық және кеңістік тұрғыда ажыратылады. Ол ореол немесе шлейф ретінде таралуы мүмкін. Ластағыштың миграциясы сорция, шайылу, комплекс түзілу сияқты процестерге тәуелді. Бұл жерде топырақтың pH балшық үлесі, органикалық зат мөлшері негізгі рөл атқарады. Литохимиялық сынама осы заңдылықтарды кеңістікте карталау үшін қолданылады. Жүйелі тор, стандартталған тереңдік және бір ізді әдістеме арқылы үлгі алынады. Нәтижелер концентрациясымен ғана емес, фонға қатысты коэффициенттермен де бағаланады. Бұл интерпретацияны күшейтеді. Топырақ мониторингінің негізгі құндылығы. Топырақ сапасын басқаруға мүмкіндік беруі. Егер мақсат тек бар жоғын анықтау болса, бақылау минималды болуы мүмкін. Бірақ тәуекелді басқару үшін тренд, кеңістік таралу және себеп факторлар қажет. Ауыр металдар мен мұнай өнімдері жиі өнеркәсіп және көлік әсерімен байланысты, ал пестицидтер мен нитраттар ауыл шаруашылық қысымымен байланысты болуы мүмкін. Тұздану, суару режимі мен климаттық факторларға тәуелді. Мониторинг міндеттері кезең-кезеңмен орындалады. Алдымен индикатор пакет таңдалады, өйткені әр көрсеткіштің талдау құны мен ақпараттық мәні әртүрлі. Кейін желі жобаланады. Фондық нүктелер, әсер аймағы, ықтимал миграция бағыты қамтылады. Үлгі алу сапасы ең әлсіз буын болуы мүмкін. Сондықтан СОП құжаттама, бланк және қайталану міндетті. Зертханалық талдау нәтижесі кеңістік. Топырақ ластануын түсіндіруде көздердің типологиясы маңызды, себебі әр көздің геохимиялық қолданбасы және таралу механизмі бөлек. Металлургия мен әсері көбіне күл мен металл аэрозольдері арқылы жүреді. Олар желмен таралып, жерге шөгеді, нәтижесінде алаңдық немесе бағытталған шлейф қалыптастыруы мүмкін. Көлік әсері сызықтық, жол бойында ауыр металдар мен көмірсутек қалдықтары жиналып, концентрация жолдан қашықтаған сайын төмендеуі ықтимал. Мұнай-газ инфрақұрылымында төгінділер нүктелік және локалды, бірақ гидрофобты қосылыстардың топырақ құрылымына әсері ұзақ сақталады. Полигондар мен халық үйінділері фильтрат арқылы төменге миграция жасап, профиль бойынша өзгеріс тудыруы мүмкін. Ауыл шаруашылықта тыңайтқыш пен пестицидтер кең алаңға түседі, ал суару тұздардың капиллярлық көтерілуін күшейтіп, екіншілік тұздануға әкелуі мүмкін. Сондықтан мониторингте тек концентрация емес, ластанудың кеңістік формасы және миграция бағыты талданады. Бұл үшін рельеф, дренаж, жер бағыты және жер пайдалану картасы бірге қаралады.
Топырақ мониторингіндегі индикаторлар пакеті барлығын өлшеу қағидасымен емес, мақсатқа сәйкестікпен таңдалады. Физикалық көрсеткіштер топырақтың құрылымын және ластағыштардың миграция мүмкіндігін сипаттайды. Балшық көп болса, сорбция жоғары болуы мүмкін. Су өткізгіштік төмен болса, беткі жинақталу басым болуы ықтимал. Химиялық базалық көрсеткіштер интерпретациясының кілті pH металдардың жылжымалылығын, органикалық көміртек сорбциялық потенциалды, ал тұздану өсімдікке тәуекелді көрсетеді. Ауыр металдар мен мұнай өнімдері өнеркәсіп пен көлік аймақтарында басым индикаторлар болады, ал ауыл шаруашылықта нитрат пен пестицид қалдықтары маңызды болуы мүмкін. Биологиялық индикаторлар топырақтың тірі күйін көрсетеді. Химиялық концентрация төмен болғанмен биотаға әсер байқалуы мүмкін. Нәтижені фонмен салыстыру міндетті, өйткені химиялық фон табиғи түрде әртүрлі. Сондықтан ластану коэффициенттері интегралды индекстер мен кеңістік карталар қолданылады. Осындай индикаторлық архитектура литогеохимиялық сынаманың да логикасын анықтайды. Қандай элементтерге басымдық береміз және қандай тереңдікке үлгі аламыз. Топырақ кеңістікте өте гетерогенді, сондықтан желі дизайнын шешуші мәнге ие. Стратификация тәсілі тиімді, алдымен фондық аймақ анықталады, содан кейін ықпал аймағы. Буферлік белдеу жүзі сезімтал нысандар қабат ретінде қаралады. Өндіріс маңында немесе жол бойында өзгергіштік жоғары болғандықтан тор қадамы ұзақ болуы керек, ал бір текті табиғи ландшафтта ірі қадам жеткілікті болуы мүмкін. Рельеф пен дренаж миграцияға әсер етеді, сондықтан еңістік бойымен профильдік нүктелер қою пайдалы. Жоғарыдан төмен қарай ластағыштың жинақталуын көруге мүмкіндік береді. Қайталану микрогетерогенділікті бағалайды. Бір нүктеде бірнеше аралас үлгі немесе бірнеше жақын нүкте арқылы дисперсия есептеледі. Уақыттың режимі де маңызды. Топырақтағы өзгеріс баяу болғанымен кей әсер жылдам өзгеріс тудыруы мүмкін. Егер желі дұрыс құрылмаса, аномалияның шекарасы қисық шығып, тәуекел аймағы дұрыс бағаланбайды. Сондықтан желі литогеохимиялықтың негізі болып табылады. Литогеохимиялық сынама экологиялық мониторингте кеңістік дәлел береді. Оның мәні бір немесе бірнеше элементтің таралуын жүйелі тор бойынша өлшеп, фоннан ауытқуды карта түрінде көрсету. Табиғи геохимиялық фонды білмей, ластану туралы айту әдістемелік тұрғыда әлсіз болады. Себебі кей аймақтарда табиғи металдар жоғары болуы мүмкін. Фонды статистикалық анықтап, кейін аномалия коэффициенттерін есептеуге мүмкіндік береді. Техногендік ореол көбіне жел бағытына, рельефке және топырақ қасиеттеріне тәуелді таралады. Литогеохимиялық карта бұл әсерді көзбен көрінетін деңгейге шығарады. Сонымен қатар миграцияның жинақталу зоналарын табуға болады. Еңістіктің төменгі бөлігі су жиналатын ойпаң, жайылма шөгінділері. Практикада бұл ақпарат санитарлық қорғау аймағын жоспарлауға, рекультивацияны бағыттауға және ауыл шаруашылық жерлерінде өнім қауіпсіздігін бағалауға көмектеседі. Сондықтан литогеохимиялық сынама өлшеу емес, кеңістік геохимиялық талдау құралы. Литогеохимиялық сынамада далалық дайындық жұмыстың жартысына тең, өйткені бір рет қате ұйымдастырылған тор кейін картаны бұра алмайды. Алдымен аймақ картасы талданады, ықтимал көздер, жел бағыты, ағыс желісі, рельеф және жер пайдалану типі белгіленеді. Сондықтан кейін тор қадамы мен маршрут таңдалады. Нүктелердің координаттары алдын ала жүктелсе, далалық уақыт қысқарады және жоспардан ауытқу азаяды. Үлгі түрі мен тереңдік регламенті бір ізді болуы керек. Бір жерден 0 және 5 см, басқа жерден 0-ден 20 см алынса, нәтижелер салыстырылмайды. Құрал таңдауда контаминация тәуекелі негізгі. Металдарды өлшейтін болсаңыз, тот баспайтын құралды үздік ластану беруі мүмкін. Сондықтан тазалау тәртібі қатаң сақталады. Қолғап ауыстыру, құралды шайып сүрту, үлгі қаптарын таза ұстау міндетті. Метадерек жазылмаса, нәтиже интерпретациясы әлсірейді. Горизонт, ылғал, өсімдік жамылғысы, микрорельеф элемент миграциясына әсер етеді. Және үлгілер сапаны бақылап, дәйектің дәлелдік күшін арттырады. Топырақтың микрогетерогендігі жоғары болғандықтан үлгі алу техникасын дұрыстана нәтижеге тікелей әсер етеді. Нүктелік үлгі ыстық нүктені дәл ұстайды, төгінді орны, шағын полигон, локальды дақ сияқты жағдайларда ол қажет. Бірақ карталау кезінде нүктелік үлгілер өте шулы болуы мүмкін, өйткені 1 метр ішінде де құрам ауытқиды. Сондықтан литохимиялық торда композит үлгі жүйе қолданылады.
бір нүктенің айналасындағы бірнеше шағын үлгіні алып араластырады. Бұл тәсіл кездейсоқ ауытқуды азайтып, орташа фонды сенімді бағалауға көмектеседі. Дегенмен композиттің де шарты бар. Барлық шағын үлгілер бірдей тереңдікте және бірдей горизонттан алынуы керек, әйтпесе профильдік айырмашылықты араластырып жібересіз. Сондай-ақ араластырудың өзі стандартталған болуы тиіс. Үлгінің массасы жеткілікті, біркелкі араласқан. Практикада жиі екі деңгейлі тәсіл тиімді. Бастапқы тор композитпен жасалады, кейін аномалия табылған учаскеде нүктелік үлгілермен нақтылау жүргізіледі. Бұл ақпарат пен ресурс теңгерімін сақтайды. Ластағыштың топырақтағы таралуы тек көлденең емес, тек бағытта да өзгереді. Сондықтан тереңдік таңдауы өте маңызды. Атмосфералық шөгінді немесе жол шаңы сияқты әсерлер көбіне беткі гумус қабатында жинақталады. Сондықтан 0-10 см немесе А горизонттың негізгі индикаторы болуы мүмкін. Ал фильтрат, суару немесе төгінді арқылы түскен ластағыштар төменге миграция жасап, Б горизонтына немесе белгілі тереңдікке жинақталуы ықтимал. Профильдік үлгілер осы айырманы ажыратуға мүмкіндік береді. Беткі қабатта жоғары, төменде төмен болса, шөгу ықтимал. Керісінше, төменде өссе, миграция немесе жинақталу процесі күшейген болуы мүмкін. Тереңдік қадамын таңдағанда топырақ типі маңызды. Құмды топырақта шайылу жылдам, сыздыда сорты жоғары. Горизонтқа негізделген тәсіл ғылыми тұрғыда дұрыс, бірақ далалық жағдайда горизонтты тану тәжірибе талап етеді. Сондықтан кейде стандарт тереңдік интервалдары қолданылады. Профильдік дерек кейін тәуекел бағалауында шешуші, өсімдік тамырының тереңдігі, жер асты суына жақындық сияқты факторлар вертикальды таралумен байланысты болады. Сынама алу аяқталғаннан кейін де қателік қаупі сақталады. Сондықтан үлгіні дайындау мен сақтау әдістеменің ажырамас бөлігі болып табылады. Көп элементтер бойынша стандартты тәжірибе үлгіні бөлме температурасында кептіру, ірі тастар мен өсімдік қалдықтарын алып тастау және 2 мм-ден кем фракцияны талдау. Бұл фракция геохимиялық тұрғыдан белсенді әрі салыстырмалы болып табылады. Алайда кей көрсеткіштерде кептіру мен ашықтықты нәтижеге әсер етуі мүмкін. Сондықтан герметикалық контейнер және жылдам жеткізу қажет. Таңбалау қателігі ең қауіпті. Бір үлгінің координатасы ауысса, карта бұзылады. Сондықтан бірегей код, журнал және үлгінің қозғалысын тіркеу тәртібі сақталуы тиіс. Сапаны қамтамасыз ету және сапаны бақылау жүйесіне қайталама үлгілер далалық қабылдағыштан бағалайды. Ал бланк үлгілер контаминацияны анықтайды. Зертханада стандартты материалдар дәлдікті растайды. Фракцияны дұрыс таңдамау да қате тудырады. Бір жерде 2 мм-ден кем, басқа жерде толық үлгі талданса, деректер салыстырылмайды. Сондықтан әдістеме даладан есепке дейін үздіксіз сақталуы қажет. Топырақтың геохимиялық дерегін түсіндіру фон ұғымынан басталады. Аймақтық фонды дұрыс анықтамасаңыз, аномалияның өзі қате шығады. Табиғи жоғары аймақтың ластану деп қабылдауыңыз мүмкін, немесе керісінше. Фонды медиана және квантили арқылы бағалау практикалық тұрғыда тиімді, әсіресе дерек асимметриялы болса. Аномалия коэффициенті интерпретацияны ақшандайды, әр элементті фонға қатысты салыстыруға мүмкіндік береді. Бірнеше элемент бірге өзгерсе, интегралды индекстер құруға болады. Бірақ салмақтар мен мақсат анық болуы тиіс. Карта жасағанда тек концентрацияны емес, белгісіздік немесе қайталанғыштық туралы ақпаратты да ескерген жөн. Әйтпесе картаға артық сенім пайда болады. Себеп талдауы міндетті. Аномалия көзге жақын ба, жер бағыты сәйкес пе, төменгі жинақталу зонасында ма, топырақ pH немесе органика сорпциясында күшейте ме. Осы факторлар бірге қаралады. Соңында интерпретация басқаруға айналуы тиіс. Қай учаске приоритет, қай жерде қосымша сынама керек, қандай шара ұсынылады. Бұл салыстыру литогеохимиялық әдістемедегі кең практикалық шешімдердің бірін көрсетеді. Композит үлгі кеңістік карталау үшін өте тиімді, себебі топырақ микрогетерогенді, бірнеше шағын үлгіні араластыру арқылы кездейсоқ ауытқу азайып, аймақтық заңдылық айқын көрінеді. Мұндай дерек фонды анықтауға, аномалия контурын салуға және ресурсты үнемдеуге көмектеседі. Бірақ композиттің кемшілігі бар, ол вертикальды құрылымды жойып жібереді, яғни ластағыштың қабат бойынша қалай таралғанын түсіну қиын. Профильдік үлгі керісінше миграция механизмін ашады.
беткі шөгу ме, төменге шайылу ма, жинақталу горизонты бар ма, бәрі көрінеді. Алайда профильдік үлгі еңбек пен уақытты көп талап етеді, сондықтан нүкте саны азайып, кеңістік қамту әлсіреуі мүмкін. Практикалық оптимум екі сатылы дизайн: алдымен торлық композит арқылы карта жасалады, кейін аномалия анықталған жерде профильдік үлгілермен тереңдетіледі. Бұл тәсіл кеңістік дәлдік пен процесс түсіндірмесін бірге береді және мониторинг бағдарламасының ғылыми негіздеуде күшейтеді. Топырақ мониторингі мен литогеохимиялық сынаманың практикалық мағынасы деректі нақты басқару әрекетіне айналдыруында. Кеңістік карталар мен аномалия коэффициенттері қай учаске бірінші кезекте назарды қажет ететінін анық көрсетеді. Өнеркәсіп маңы жол белдеуі, қалдық қоймасы ықпалы немесе жайылу жинақталу зоналары. Бұл ақпарат жер пайдалануды жоспарлауға ықпал етеді. Санитарлық қорғау аймағын нақтылау, егістік пен тұрғын аймақ үшін шектеулерді негіздеу, рекультивация басымдығын белгілеу. Ауыл шаруашылықта топырақ сапасы өнім қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді. Сондықтан мониторинг дерегі агроэкологиялық шешімдерге негіз бола алады. Рекультивация мен тазарту шараларының тиімділігін өлшеу арқылы дәлелдеуге болады. Шараға дейінгі және кейінгі карталар салыстырылады. Профильдік үлгілер миграцияның тоқтаған-тоқтамағанын көрсетеді. Есеп пен аудит тұрғысынан әдістемелік бірізділік және құжаттама деректің дәлелдік күшін арттырады. Сол себепті бұл тақырып топырақтағы ластануды анықтау ғана емес, тәуекелді басқарудың толық ғылыми ұйымдастырушылық архитектурасы ретінде қаралады. Қарастырылатын сұрақтар: топырақ мониторингінде қандай негізгі көрсеткіштер бағаланады? Литогеохимиялық сынаманың мақсаты қандай? Композитті және профильдік үлгінің айырмашылығы неде?